Hoş geldinizler ağayınдар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мына байқаған шығарсыздар, бүгінгі мерекені, бүгінгі концертімізді осыдан 30 жыл бұрын, 25 жыл бұрынғы мерекенің ұранымен бастадық. Я, сағынасың. Тарихты өшіруге болмайды. Ол кезде де мереке болатын. Қазіргіде емес. Ол кезде мерекеге шынымен дайындалатынбыз. Апаларымыз, көкелеріміз, мамаларымыз, папаларымыз мерекенің алдында бір ай бұрын, 2 ай бұрын көйлек сатып беруші еді. Тапшықы сатып алып беруші еді. Осыны мерекеде киесің деп. Күніге шкафты ашып, соған күніге қарақ қоятымыз біреу ұрлап кетті, бүгін ұрлап кетпеді ме екен. Бұны қашан кием деп сағынушы еді сол мерекені. Сөйтіп сол мерекеге бәріміз осылай тура уралап барушы едік. Қазір ураламайтын болдық. Сондықтан да мен ураны сағынғандықтан да осылай ураладық. Қазір мерекеде ең күштісі мерекенің 4-5 киіз үй тігіп алып, соның ішіне кіріп тамаққа тойып алып шығып кету бітті. Мен енді қазір сіздерге бұлай істеп қояйын. Мен сол кездегі мерекені бір еске түсіріп, сіздер де естеріңізге түсіріңіздер. Мен құттықтайын. Сіздер бәріңіз ура деп айқайлаңыздаршы бір рет. Өтінейін, қазір тұра тұрыңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын, жолдастар! Бәрі рахаттанып қалды. Күлі қандай, ішіңдегі шығып мереке сияқты болып қалды да, рахмет. Ол енді бұны не себепті мен бұлай бастадым? Өйткені біздің Шаншар театрының көрермендері біз байқап жүрміз. Осыдан сол 25 жыл бұрынғы мерекені тойлағандар. Осыдан 25 жыл бұрын, 30 жыл бұрын жастық шақтарын өткізгендер. Біздің нақ көрермендеріміз екен. Біз сол бойынша бүгін солай бастадық. Енді қазір жастар, әсіресе тіпті өзіміздің балдарымыз бізді ақмақ санайды. Біз ақмақ болған екенбіз бәріміз. Біз жаңағыдегідей идеяларға сенген екенбіз. Біздің әйелдеріміз ақмақ болып сиыр сауған екен. Отын жағып, мен енді қазір салыстырып көрейін. Қазір келінменен біздің әйелдеріміздің қайсысы ақылды, қайсысы ақмақ екен. Өздеріңіз тараздай жатарсыздар. Қазір бәрі кнопка, бәрі компьютер, қазіргі келінге кір жуушы десең, өзі жуатын адам сияқты да оның. Сондай қиналады. Ой, Алла. Сол жалына жусайшы енді десең. Бір кнопка басқанға өл қылызылдай. От жақшы үйге десең, деп көрсетіп құлайды. Басады да құлайды. Сөйт жата семіреді. Семіргеннен кейін айтады, фигурам бұзылып барады. Семіріп кеттім. Қой деп, тренажерный залға барайын. Фитнес клубтарға барайын. Олар тегін кіргізбейді ғой, ақшасын төлейсің ғой. Ақшасын төлейсің. Сөйтіп ана жерде темір тесектер бар. Сол темірді алып, жаңа келініміз жындадан құсап. Сосын анау дорожка болады анау. Алашаның үстіне тұрып алып, бір орында жүгіреді тағы да. Ал біздің әйелдеріміз сондай кезде қайтетін жас кезінде. Сиыр сауатын тұғын. Таңертең 6-да тұрып. Ол тұрайын деп тұрмайды, сиыр күтпейді ғой бишарананы. Ал біздің келіндер қазір 11-12-де тұра береді. Оның сиыр жоқ өйткен сауатын. Ана бишара барып сиыр сауатын, міне. Көбі піседі. Міне фитнес болып сақын. Міне тренажерный зал сақын. Әне. Ана бұзау қашат ауылды 2 айналып қуады. Міне дорожка саған. Ал зато біздің балдарымыздың, біздің сол кезде бала кезде денсаулығымыз мықты болды. Неге? Өйткені біз таза сүт іштік, таза айран іштік біз, таза май жедік біз. Химия қосылмаған. Қазіргілердің бәрі химия қосылған жейді, химия қосылған ішеді. Қазіргі бала туыла салысыменен черепной давление болып туылатын болды қазір. Туыла салысымен сүйектері қақсап. Күніге доғдырға апарасың, күніге доғдырға. Понедельникте 5 часаға дейін доғдырға барасың. Суббота басқа сен демалып аласың. Өйткені доғдыр демалады сол кезде. Егер арасында соның арасында бір күн бармай қалсаң доғдырға, ана бала суббота басқа сенен күн аман шықпауы мүмкін. Аман шықпауы мүмкін. Ал біздің кезімізде кететінік. Біздің кезімізде доғдырдан қашатынбыз. Балдарды доғдыр келатыр деп қорқытатынбыз. Жылай берсе, доғдыр келатыр деп. Ол жын келатыр, шайтан келатыр. Еш қайсынан қорқпайды, тек доғдырдан қорқатын. Неше айлы көшеде жүгіріп жүріп
құлап қалып, тізесін жетіп қанап қалса, доғдырға бармайды, сол жағалды әкесіне келіп, дейді. Ана ұрады. Ана ем деген түрін қара, бір уыс топырақ қалады, күшкі тішіп жатыр. Я, соған емделіп кететін еді ғой, сол бейшара емделіп кететін. Мына отырғаның бәрі бәрі сондай болды. Бәрі топырақпен емделгендер осылардың бәрі. Қазір бара топырақ дейсе доғдырға апарады. Біздің кезімізде айтып отырмын ғой, доғдыр келатыр деп баланы қорқытатын болсақ, қазір доғдырды бала келатыр деп қорқытатын болғанбыз. Ойбай жолатпа, мен жоқ деп айтып қашатын болған қазір. Ана салыстырып көріңіздер, кім ақылды болды, кім ақымақ болды. Мынау біздің кезімізде апаларымыз отырған екен, әдем болып апаларымыз әнекен. Көйлегі тобыққа жететін. Әлі күнге дейін сол тобыққа жетеді осы. Отырып қалған жоқ осылар. Қазір ана көйлек кетті ғой, етегін бар кетпады ғой. Осы апамның тізесі көрініп қалса, ұяттан өл қылыздайтын. Дұрыс па апа? Ойбай деп ұялып қалатын. Қазір сенің неше түрісін көретін ұлтық қой. Күс болып кеткенде, жарылып кеткенде, өмір машалқы көрмеген тізе деген сияқты. Битіп қалған зилер бар. Ұялмайды деймін де солар, енді ана юкпінің қашан тоқтайтын белгісі кетіп барады, жылдан жылға қысқарып барады. Бір күнді тоқтайтын шығар деп атыр мен, резинаға барған қоядым да. Сонда қыздарымыз резина киіп кете береді, не десең, юккімді киіп олайын. Топа деп қоясың. Енді, мынау біздің кезімізде модулар болды, біздің кезімізде неде болды? Біздің кезімізде жігіттер әсіресе біз кеттен күрек, балта көп ұстадық. Дұрыс па? Біз ойнағанда асық ойнадық. Ләңгі тептік. Бүкіл денен қимылдайды. Қазір ештеңе істемейді. Қазір компьютерде отырады. Шақ саусақ қимылдайды. Бұлай. Денесі қимылдамайды ананың. Сонда не болады деймін да? Біз кетпен күрек ұстап жүрміз. Мейлі мұнайдың арқасында шығар, газдың арқасында компьютерде үш саусақ қимылдатып отырған шығармыз. Бір күні сол газ таусылмай ма сол? Таусылатын шығар деп ойлаймын да мен. Мұнай таусылатын шығар. Қайттан кетпен күрек балтаға барғанда не болады? 20-30 жылдан кейін. Мына үш саусақ мұна отырған бала балта көтере алмайды ол. Оған мынандай балта істеп тұрады. Өйткені саусағы ғана көтереді. Сөйтіп отырады. Біздің кезімізде физикалық тұрғыдан біз мықты болдық та, сондықтан біздің балдар отан қорғады, әскерге барды, армияға. Мысалға біздің класста 20 бала бітірді, 19 армияға бардық. Біреу бармай қалып кетті, жүз сияқты біреулер қалып кетті. Соны өмір бақи ананы армияға бармаған, отан қорғамаған опасыз, бұл чмо деп өмір бақи бетіне таң бағылдық. Ол үйленген кезде ана қатын айттық, сен бір әдем байға тиіп отырмын деп отырсың ба? Сенің күйеуің отан қорғамаған, сені қорғай алмайды бұл. Оның баласына дейін айтамыз қазір. Біздің кезімізде әскерге бармаған ақмақ болып есептелді. Ал қазір әскерге барғандар ақмақ болып жатыр да бізде. Дұрыс па? Сондай. Біздің кезімізде де не болды? Біздің кезімізде не болды ғой? Би алаңа. Таныс площадка болды ма? Болды. Бәрі біледі. 7-те ашылады, 11-те жабылады. Арма қарай, ертең жұмыс қайту керек. Заң солай. Жігіт қыздарды апарамыз. Қазіргідей бір шошаңдап билемейтінбіз біз. Ұятымыз күшті еді ғой. Осыдан артық болмайды. Не қоясың? Қыздар тіке бетіге қарамай билейді. Ұял шақ еді ғой біздің қыздар. Әне қарай. Бұлай қарайды да, бұлай. Сол кезде денесіне бір денені тигізіп қояйын десе, жігіт болғаннан кейін, қасында жүргеннен кейін, бетке тигізбей өтіп кетеді ана қыз. Ой, Алла. Тигізбей өтіп кетеді. Сол кейбір епті жігіттер қолынан ұстап қалады да. Епті жігіттер болады ғой. Тарс етсін. Енді біздің энергиямыз көбет, бізде тоқ көбет негізінде да. Сонда сол қолынан ұстағанға ана қыздың көзінен от жарқа тағалатын. Деп. Қазіргі қыздарда, қазіргілерде машин тоқ жоқ, батарейкасын бар отырып қойған. Оны қолынан ұстамақ тұр, қыздың мойнынан бұра батсаң да көзінен от шықпай бар. Жуаш кішкене. Не болды дейді. Өзің қорқып кетесің одан. Міне.
Мен қазіргілердің би алаңдарына мен қорқамын. Қазіргілердің би алаңы. Олар 11-де басталады екен. Бізге 7-де бастап 11-де жабылады. Қазіргілерді 11-де басталады. Аты түнгі клуб дейді. Нағарыш. Ночной клуб. Сонда билейді екен бұлар. Мен барып көрдім. Бұлар қалай билейді екен өзі. Жастардың бір биін үйренсем ба деп. Сөйтіп барсам, қазіргі қыздар жігіттермен билемейді екен. Стойкамен билейді екен. Бір стойканы жігіт қылаған. Ана стойкасы жігіті. Алып бит. Стойкасы бар қыздар бақытты. Стойкасы жоқ қыздар істен дуалға биле. Деп. О, тоба. Тоба дейсің да. Енді біздің кезімізде жақсы нәрселер болмады. Біздің кезімізде мода болды, бірақ бұна бір моданы білесіздер. Бұна бір мода онша ұнамады. Жігіттер шаш жібердік желкеге дейін. Дұрыс па? Осы жер дұрыс емес еді. Қыздар шашын қырықты. 70-80 жылдар. Қыздар шаш. Осы ұнайтын нәрсе емес. Ал бірақ киімдеріміз өте кең болатын. Біздің кезімізде мода болды. Кала-кала деген. Білесіз бе кала-кала? Сіз білесіз, ана Кока-кола емес, кала-кала. Шалбардың балағы 1 метр болатын тұғын. Қандай әдемі. Зато көшеміз таза болатын бізде. Үйге көгенше көшені сыпырып келесің. Ертеңіне сыпыратын. Әнекей. Мен қазір кезде де, мен енді қазір кездің әндерін түсінбеймін. Не қайырма жоқ, не куплет деген жоқ. Сонда әндер шықты ғой қазір. Не дейді оны? Бірлік бұсын әлемдегі, бірлік бұсын аман бол халқым дейді. Соған бақырап шықтыңдар. 54 ба рет айтады екен анау. Шатаспай, бір сөзін қалдырмай. 54 рет айтып жатады екен. Ал біздің кезімізде де ұнатпады, біздің кезімізде де болды. Бірақ соған дейін әлі билейміз. Боньен болды, Абба болды, болды ма? Болды. Битлз болды, болды ма? Бізде Досмұқасан болды, болды ма? Болды. Әлі күнге дейін билейміз. Мен енді мынау, оның бәрін айта бермей, бір дәлелдеп қоя салайын да одан да. Бізде мынау Шаншар театрының жанынан X деген топ ашылған. Баяғыда машинеміздің нөмірі X болып жүргенде X деп қойғанбыз да. Шымкентский екен белгілі болсын деп. Енді X13 дейін деп жатырмыз. 13 болып кеттік қой. Қорқынышты да. Анау Талғат Бегелдинов көкеміздің самолетінің нөмірі 13 екен. Сол ұшып келе жатқан уақытта немістер қашады екен ана 13-ті көрсе. Өлтіреді, қырады дейді да, сол секілді бізден қашады, гай бәрі. Ойбай, 13 келеді, ойбай. Бұлай жерді қаға салады, бұған бәрі бірде кете салады да. Сөйтіп қойыпты. Менің сол X тобының орындауында, сол Битлздың Досмұқасанның репертуарындағы әндерді орындатайын қазір. Менің замандастарым 80-ші жылы, 70-ші жылдары мереке тойлаған, би алаңдарында билегендер, сіздер сол әуенге қосылып шапалақ ұрсаңыздар, жақсы болар еді. Тоқта, қазір емес, Ана X тобына шапалақ ұрасыңдар. Сондықтан орындарынан тұрып билесеңдер де болады. Аналар өздерінше жастар қазір билеп жатады ғой. Сендер енді уәдемейсіңдер ғой, бірақ орындарынан тұрып жай ғана десеңдер, содан жастар ойлайды, бұл бейшаралар да билеген екен, дейді да.